Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлден. Бүгін сіздерге өте дәмді, керемет күріш гарнирмен ұсынатын боламын. Ол үшін бізге 160 грамм күріш, 1 дана тәтті бұрыш, 2 сарымсақ, 1 дана пияз, қызанақ, сәбіз және пекин жапырағы, 480 грамм тауық төсі, қызанақ бастысы дәмдеуіш, тұз және соевый соус. Ең алдымен майды қыздырып, күрішімізді жуып саламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Қайнаған ыстық суымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Суымыз күріштен 1 мм ғана асып тұру қажет. Өйткені аз құйсаңыз күрішіңіз піспей қалады, көп құйсаңыз күрішіңіз езіліп кетеді. Мөлшермен құю керек. Күрішіміз суды көп қажет етпейді. Суымызды құйғаннан кейін бетіне мешок жауып, қақпағын жауып, отты бәсеңдетеміз. Күрішіміз 20-25 минуттай отта тұрады. Ең алдымен тауық төсін маринадтап аламыз. Ол үшін тауық төсін әдемілеп жуып, содан кейін жақсылап тураймыз. Туралған тауық төсін ыдысымызға саламыз. Тауық төсін ыдысымызға салып, тұз, дәмдеуіш және соевый соус құямыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Тауық төсін араластырып болдық. Енді 10-15 минут тоңазытқышта сақтаймыз. Алдымен пекинский жапырағын жақсылап жуып, содан кейін ұзыншалап тураймыз. Содан кейін тәтті бұрышымызды тазалап аламыз. Оны жақсылап, әдемілеп тураймыз. Енді сәбізімізді де ұзыншалап, жіңішкелеп, әдемілеп тураймыз. Қызанақты да жақсылап жуып, ортасынан бөліп, содан кейін өзіңіздің қалауыңызша турайсыз. Пиязымызды да ұзыншалап тураймыз. Жиырма минут өтті, күрішімізді қараймыз. Алдымен табамызға май құйып қыздырамыз. Содан кейін маринадталған тауық төсін салып, араластырамыз, қуырамыз. Содан кейін үстіне пиязымызды салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Одан кейін үстіне сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қақпағын жауып, мінекей сәбізіміз, жуамыз шыжғырылды. Үстіне томат қосып, қайтадан жақсылап араластырамыз.
жақсылап араластырып алдық. Үстіне енді тәтті бұрышымызды, помидорымызды және пекин жапырағын салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін қақпағын жауып 10 минутқа қоямыз. Мінекей, біздің гарниріміз дайын болды. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша күрішті әдемілеп сала аласыз. Мен күрішкі қолдандым. Алдымен күрішкімізді сулап аламыз. Содан кейін күрішімізді салып, одан кейін айналасына гарнирімізді саламыз. Бетіне өздеріңіз қалағандай әсемдей аласыздар. Мен укроп қолдандым. Сіздер де істеп көрсеңіздер болады, өте дәмді ас болсын.